Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен карамельный медовиктің рецептімен бөліскім келіп отыр. Ендеше менімен соңына дейін бірге болыңыздар. Алдымен карамельный медовигіміздің қамырын дайындауға кірісеміз. Балды ыдысқа құйып алып, оған сары майды салып, және ас содасын салып, отта араластыратын боламыз. Біздің отта тұрған қамырымыздың массасы әбден көпіріп, көтеріліп, карамельный түске енген кезде оттан аламыз. Енді жұмыртқамызды ыдысқа салып, ішіне шым-шым тұз салып, миксерлейміз. Жұмыртқалы массамызға біртіндеп қантымызды қосып, массамыз көпіріп, 2 есе ұлғайғанша миксерлей береміз. Жұмыртқалы массамызға біздер сары май, бал және сода қосылған қоспамызды қосамыз. Осы рецепт бойынша карамельный медовик торты өте тез жасалынады, себебі бұнда қамырды оқтаумен пайдаланбаймыз, тек противенге құйып, екіге бөліп пісіріп алатын боламыз. Енді осы массамызды миксерлей отырып, оған ұнымызды ситудан өткізіп қосамыз. Ары қарай миксермен айналдырамыз. Дайын болған тортымыздың қамырын противенге пергаменттік қағазды жайып, 2 бөлікке бөліп пісіріп аламыз. Енді біздің тортымыздың қамыры пісіп дайын болғанша тортымыздың кремін дайындауға кірісеміз. Карамельді кремді дайындау үшін біздерге 33 және 35% сливки қажет, яғни кілегей қажет, қант қажет, сары май қажет, желатин, оны езетін су қажет, және де тұз қажет. Карамельді кремді дайындау үшін алдымен қантымызды табаға құйып, отқа қоямыз. Осы аралықта желатинімізді суға езіп қоямыз. Және де кілегейімізді жайлап ысыта бастаймыз. Басқа ыдысқа салып ысытатын боламыз. Қантымыз табаға жабысып күйіп қалмас үшін әлсін-әлсін оны араластырып қоямыз. Қантымыз әбден еріп, карамельге айналған кезде біздер кілегейімізді 500 мг кілегей қажет. Осы крем жасау үшін соның жартысын, яғни 250 мг ысытып, осы карамелімізге қосамыз. Дәл видеодағыдай. Араластырамыз. Тезірек араластырамыз. Түйіршіктер пайда болмас үшін. Түйіршіктер пайда болған жағдайда ол мәселе емес, оны блендермен езіп араластырып жіберуге болады. Енді карамелімізге жаңағы суға сіңдірілген желатинді қосамыз және сары майымызды қосып араластырамыз. Осылар ерігенше араластыратын боламыз. Желатинімізді алдын ала 20-25 минут бұрын суға езіп қоямыз. Сонда біздің креміміз қою жақсы болып шығады. Енді дайын болған карамельный кремімізді суытуымыз қажет. Оны суыту үшін бетін пищевой пленкамен жауып, басқа бір ыдысқа құйып, салқын жерге қоямыз. Әбден суығанша қоямыз. Міне біздің тортымыздың корждары дайын болды. Осы тортымыздың жанындағы артық жерлерін кесіп аламыз да 4 бөлікке бөліп, тортымызды жинайтын боламыз. Кесіп алған бөліктерін жанындағы әсемдеуге пайдаланамыз. Оны блендермен езіп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің тортымыздың корждары өте жұмсақ болып шығады. Енді кремімізді ары қарай жалғастырып жасаймыз. Жаңағы суған карамельді массамызға қалған кілегейімізді құйып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып, салқын жерге 6 сағатқа қоятын боламыз. Әбден суы қажет. Ең соңында салқындатар кездің алдында 2 граммдай шым-шым тұз қосамыз. Бұл тұз кремге ерекше бір дәм береді.
Міне біздің креміміз салқындады. Видеода көріп отырғандарыңыздай крем балмұздаққа ұқсайды. Осылайда жей беруге болады бұл кремді. Енді миксерлейтін боламыз салқындаған кремімізді. Креміміз әбден қоюланғаннан кейін тортымызды жинайтын боламыз. Бұл тортты әркім өз қалауынша әрлеуге болады, әсемдеуге болады. Мен мұнда бетіне шоколадный глазурь құйдым. Бұл тортты жасап көріңіздер. Өте оңай және тез жасалынады. Қождар өте жұмсақ болып шығады, ал кремнің дәмі ауыздарыңыздан кетпейді. Бұндай торт дүкендерде көрген жоқпын мен, кондитерлік магазиндерде бұндай тортты сатпайды. Сондықтан өздеріңіз жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Бір жасағаннан кейін тағы да жасайтын боласыз. Менің жаңа рецептерімді жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Менің каналымда алдағы уақытта салаттардың, пирогтардың, тағы да басқа көптеген қызықты рецептер болады. Сол үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Назар қойып мені тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Әйгерім.